Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге IT қонағы бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен әдеттегідей Жанбек Есенбек. Бүгінгі біздің қонағымыз IT университетінің 4-ші курс студенті Рысбек Алиев. Ендеше бағдарламамызды бастаймыз. Ассалаумағалейкум, Рысбек, қайырлы күн. Қайырлы күн. Бүгінгі сұхбатқа келіскеніңе алғысымызды білдіреміз. Жалпы бүгінгі көңіл күйің қалай? Шақырғандарыңа сендерге де көп рахмет. Көңіл күй әдеттегідей тамаша. Сіздер халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде осы 2-ші курсқа дейін офлайн форматында оқып келдіңіздер, ал қалған оқу процесін онлайн форматында жалғастыруға тура келді. Ал онлайннан офлайнға ауысу қандай да бір әсерін тигізді ме? Немесе білім сапасы төмендеп кеткен жоқ па? Ең басында біз офлайннан онлайнға ауысамыз деген ешқандай ой болмады. Бастапқыда жай уақытша деп ойладық. Кейін осы әлемдегі пандемияның әсеріне байланысты түгелдей онлайн форматқа ауысуға тура келді. Басында техникалық жағынан қиындықтар болғаны рас, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Десе де белгілі бір уақыт өткен кезде біз IT университетінің студенттеріміз десе де тез үйренісіп алдық. Қазіргі уақытта ешқандай қиындық жоқ. Уақытысында сабаққа қосыламыз, уақытысында үзіліске шығамыз, бәрі тамаша. Ендеше бұл жерде кептеліп тұрып қалмайық, сұхбатымызды студияда жалғастырсақ. Жақсы, әрине. Ендеше құрметті көрермендер, сұхбатымызды бастамастан бұрын бүгінгі қонағымыз жайындағы бейне материалға назар салсақ. Рысбек Арапханұлы 2000 жылдың 10 тамызында бұрынғы оңтүстік Қазақстан, қазіргі Түркістан облысының Бәйдібек ауданы Таңатар ауылында дүниеге келген. 2006-2018 жылдары Қазақбаев атындағы жалпы орта мектебін жақсы деген бағамен тамамдап, 2018 жылы өзі армандаған Алматы қаласындағы Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің электронды журналистика мамандығына грантқа түсті. Универдегі үлгерімі жақсы, жоғарылатылған стипендия иегері. Сонымен қатар 2020 жылдың ақпан айынан бері Алматы қаласындағы Жамбыл атындағы жасөспірімдер кітапханасында ресми түрде жұмыс істейді. Құрметті көрермендер, ендігі алғашқы сұрағымызды бастасақ, Рысбек мырза, алғашқы сұрағым студенттерде сөзімді растайтынша, қазіргі таңда Алматы қаласында студенттердің кең жиналатын орнына арналған ол Жамбыл кітапханасы. Біз осы сұхбаттан бұрын сіз туралы ақпарат жинау барысында сіздің Жамбыл кітапханасында қызмет ететініңіз туралы білген едік. Енді осы кітапханаға жалпы қалай келдіңіз және ол кітапханада жұмыс жасау несімен қызықтырақ, сол туралы айтып өтсеңіз. Сөзіңізбен толықтай келсем, Жамбыл кітапханасында мен 2020 жылдың ақпан айынан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Ең бірінші, оған дейін мен осы Алматы қаласында e-газет.kz деген сайтта журналист болып қызмет атқардым. Содан кейін жаңа жыл уақыты болған кезде 2020 жылдың ол жұмыс белгілі бір себептерге байланысты жабылды. Содан кейін мен осылай жұмыс қарастырып жүрген кезде дәл осы IT университетте оқитын 3-ші курс студенті бар, Нұрхан деген жақсы араласамыз. Сол жігіт біздің кітапханада жұмыс бар, осы жаққа шақырып келсей дегенде айтты. Алғашында ойладым, кітапханада жұмыс істеу деген мүлде ойымда болмаған, негізі ешкім ойламайтын шығар. Бірақ кейін келіп сол жердегі атмосфераны көріп бірден келісе кеттім және ол жерде мені құшақ жая қарсы алды. Шынымен де Жамбыл кітапханасы Алматыдағы ең бір нөмірі бірінші кітапхананың бірі деп өзім есептеймін. Неге десеңіздер, біздегі келім-кетім саны да күн сайын ол кітапхана мысалы 400 орындық болса, бірақ бізде бір күнде 700-800 адам қабылдаймыз. Және де ол жерде ең басым көпшілігі жастар келеді, атмосферасы бөлек, өзіңіз айтып кеткендей, және де дизайн барлық жағынан өте жоғары сапада. Енді әркім үшін өз жұмыс орны ұнайды ғой негізі, бірақ десе де мақтағаным емес, бірақ біздің кітапханада бір ерекше атмосфера шынымен де қалыптасқан, кез келген оқырманды өзіне үйіріп әкетеді. Тіпті біз оны жұмыс істеп жүрген кезде де байқаймыз. Одан кейін жұмыс несімен қызығырақ дегенге келсек, мысалы
бұрын кітапхана деген кезде ойға бір тыныш, жаңағыдай тек қана кітап оқып келіп кетіп жүретін, болмаса жаңағы бір үлкен тәтелер келген кезде солар елестейді. Бірақ ал қазіргі уақытта бұл жаңа заманғы 21 ғасырдың кітапханасында ондай емес мүлдем. Ол жерде жастар және де ол жерде заманауи технологиялар барлығы Wi-Fi және де тегін интернет барлығы және де 21 ғасырға сай жаңа оқулықтар барлығы қамтылған. Одан бөлек біздің кітапханада әр 2-3 күн сайын жаңағыдай әртүрлі жаңағыдай байқаулар, мероприятие деп айтайын. Сол мероприятиялар, содан кейін жаңағыдай үйірмелер барлығы толықтай қамтылған. Сондықтан да шығар кез келген оқырманды өзіне баурап алады. Біздер бірнеше рет осы сабаққа дайындалу барысында бардық. Жамбыл кітапханасында сөзіңіздің жаны бар. Шынымен бұл кітапхананың бір ерекше өзінің бір бөлек атмосферасы бар деп айтуға болады. Ал қазіргі таңда халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде білім алып жатырған мамандығыңыз, негізгі мамандығыңыз жайында сөз қозғасақ, ол журналистика мамандығына қалай келдіңіз, қалай қызығушылығыңыз пайда болды? Журналистикаға келу дегенде ең біріншіден мен өзім мектеп оқып жүрген кезде жалпы қазақ әдебиетіне қызықтым, поэзияға, барлық жастар сияқты. Өзім ауылда туып өскен, соның да әсері болар деп ойлаймын. Содан кейін осылай қазақ әдебиетінде жаңағыдай поэзия жанры бар. Поэзия жанрында мен өлең жазып өзім кішкене ақындықпен айналыстым 10-11 сыныптарда. Сол мен осы журналист болуға жетеледі десем болады. Өзім жаңағы ақындық болған кезде тек қана өлең шығармайсың, өлең оқисың. Өлең оқыған кезде сенде дикция қалыптасады. Ал менде сол дикция арқылы мен жаңағы телевидение журналист болғым келді. Армандадым, алға мақсат қойдым және де Алланың қалауымен әрине 2018 жыл сол ұлттық бірыңғай тестілеуден жақсы балл алып, одан кейін осы жаққа келіп шығармашылық тапсырып, барлығы өзі бір совпадение болып қалды. Негізінде мен ойлаған балмен менің жаңағы сол кездегі бір жағдайыммен, состояниемен мен ойлаған жоқпын, Алматыға оқуға түсемін, осылай грантқа түсіп кетемін деп. Бірақ барлығы Алланың қалауымен әрине орындалды. Қазіргі таңда қуаныштымын, әрине IT университетінде оқып жатқаныма. Өздеріңіз сияқты бірінші курс, екінші курс болып жүрдік. Арада 4 жыл уақыт қалай өтіп кеткенін қазір байқап тұрған жоқпыз, шын керек. Рысбек, өзің білетіндей, қазіргі таңда студенттердің арасында жалпы бос уақыт деген ұғым ұмытылған секілді. Оның ішінде IT университетінің студенттері арасында, өйткені қазіргі таңда сіз өзіңіз оқумен бірге жұмысты бірге алып жүрсіз. Қазіргі таңда 21 ғасырда тайм менеджмент деген ұғым бар, яғни күн тәртібін қалай тиімді пайдалануға болады. Осы жөнінде айтып өтсеңіз, сіз жұмыс пен уақытты қалай бірге тиімді алып жүрсіз? Дұрыс айтасыз. Қазір кез келген жас тек қана жаңағы оқумен емес, оқумен шектелмейді, яғни жұмыс істейді. Бұл нәрсе бір менің ойымша өте дұрыс деп ойлаймын. Себебі университетте оқыған кезде сенде тек қана теория жүзінде білім алып жатасың, көп уақытта практика аз болады. Соны практиканы сен университеттегі алған біліміңді жаңағы жан-жаққа пайдалануың керек. Ертең сен 4-ші курс бітіріп, жаңағыдай бір жерге жұмысқа барған кезде сенен бірінші очередьте тәжірибе сұрайды. Сен студент болып келсең де сенен тәжірибе сұрайды. Сол уақытта сен өзің жаңағы студенттік шақтада осындай жұмыстармен айналысқаныңды айтсаң, ол кезде саған ойлай басқаша қарайды. Сол үшін де мен ойлаймын, барлық жас шынымен де белсенді болу керек. Оның ішінде жаңа тайм менеджментке келетін болсақ, қазіргі уақытта әсіресе осы соңғы 5-10 жылдың көлемінде өте қатты дамыған термин сала деп айтсам болады, осы тайм менеджмент. Қазіргі шынымен де, мысалы ол біз көбінесе біздің бос уақытымызды негізі әлеуметтік желі және де басқа да бір керексіз дүниелер алып жатады. Ал өзің айтқанда жаңағы тайм менеджментті қолдансақ, біз әр салаға, әр уақытымыз жаңағыдай күнделікті жұмыстарымызға белгілі уақыттарды қоя аламыз және соны басқарып жұмыс істесек өте оңай негізі ол. Былай қарап тұрғанда сырт көзге қиын болып көрінуі мүмкін кез келген жаңағыдай адам үшін. Десе де ештеңені ойламай жай ғана бастап кету керек. Ары қарай өзі реттеле бастайды барлығы. Оның ешқандай бір жаңағыдай сиқырлы таяқшамен басқаратын бір құпиясы жоқ. Жай ғана жасай берсең болады.
Рысбек, жауабыңа рахмет. Өзің білетіндей журналистика саласы көптеген саладан тұрады. Осы университетті аяқтағаннан кейін журналистиканың қай саласында жұмыс істеуге бел буып отырсыз? Негізінде тек қана журналистика емес, басқа да салалармен айналыссам деген ой бар. Оның ішінде кәсіп, сонымен қатар педагогика саласы. Бірақ егер дәл журналистикаға келетін болсақ, негізінде жүрек қалауым мен баста айтып кеткендей телевидение. Бірақ қазір телевидениеде конкуренция өте жоғары. Мәлім. Ол тек қана кеше ғана университет бітіріп барған студенттерді ешкім ала қоймайды. Десе де, сен өзің жаңағындай шеберлігін танып тұрсаң, бастапқыда жай сол айналасында жүріп те редакцияда жүріп те жұмыс атқаруға болады деп ойлаймын. Негізінде ең бір нақты менің мақсатым бар еді, осы бірінші курсқа келгенде, университет бітіргеннен кейін информбюро саласын, информбюро жаңалықтары бөлімінде қызмет атқарамын деген. Бұйырса сол мақсатта жұмыс істеп көремін. Және жетуге тырысамын негізінде. Алдағы уақытта сәттілік тілейміз осы арманына жетуге. Қазір халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің негізгі трендіне айналған басымдығы өзге университеттерден қарағандағы білім беру системасының басымдықтары қазіргі таңда көп айтылуда, көп талқылануда, студенттер арасында да, оқытушылар арасында, жалпы университет аумағында осы жайлы халықаралық ақпараттық технологиялар университеті Қазақстандағы басқа да мықты университеттерден қандай басымдықтарға ие? Өте жақсы сауал. Ең бірінші университетке түскен кезде мен жаңа ауылдан келген баламыз, бұрын университетте сабақтар ағылшынша, орысша деді, түсінбедік, мәссаған не болды, басқа бір планетаға түсіп кеткендей болдық. Кейін оны бірінші курс бітіріп екінші курсқа келген кезде біздің университеттің басқа жаңа оқу орындарынан артықшылықтарын біле келе өзімізді бақытты сезіне бастадық. Шынымен де мен ең бірінші нақты атап өтетін болсам, енді біздің журналистика, біріншіден конвергентті журналистика, өздеріңізге мәлім шығар, жаңағыдай бір журналист мысалы өзінің басында 10 түрлі немесе одан да көп машықтар игереді. Оның ішінде монтаж жасау, дизайнерлік, сайт жасау, және де дәстүрлі журналистиканың радио, телевидение барлықтарын меңгеріп жатыр. Оның ішінде бізге тіпті екінші курста оқып жүрген кезде жаңағыдай программалау тілін де үйретті. Бұл бір шетінен ойлайсың, журналистика программалау тілі не қажеті бар деп. Ал негізінде мысалы Америка, ақш, Европаның жаңа білім саласына қарайтын болсақ, программалау тілін ол жақтарда да үйретеді, яғни дата сайенс дейді. Бұл болашақта өте бір сұранысқа ие болатын салалардың бірі. Ал біздің университетте осы басқаларыныкінен артықшылығы ең басында ерте үйретіп жатыр бізге. Бұйырса біздің жаңағыдай осы үшінші курс оқып жүрген кезде жаңағыдай статистика болған, Атамекен каналының сондай халықаралық жаңағы барлық университеттер жинайды, қай университеттің журналистика факультеті мықты деген. Енді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, жаңағыдай ауылдан кейін немесе басқа жақта айтылады, Казгу, Қарашаңырақ Казгудің журналистикасына бәрібір жетпейді. Десе де, оны статистика жоққа шығарды. 2020 жылы жаңағыдай халықаралық ақпарат технологиялар университетінің журналистикасы белгілі бір критериялармен салыстырған кезде Қазақстандағы нөмір бірінші журналистика мамандарын дайындайтын университет болып шықты. Оны қалай есептеді деген кезде біздің университеттің жаңағы бітірген түлектерінің орташа жалақысы, оның ішінде қай салада қандай қызметте атқаратын барлықтарын. Сондықтан да еш өкініш жоқ, университетке келген студенттер болса барлығына сіздер бақыттысыздар деп айтқым келеді. Демек, жаңа заманның жаңа журналистері осы университетте даярлану үстінде дейсіз. Рахмет. Рысбек жаңа айтып өткендей, осы сұхбатқа біздер өте көп дайындалдық. Сұхбаттың алдында және ақпарат жинау барысында сенің YouTube видео хостингінде арнаның бар екенін естідік. Қазіргі таңда 21 ғасырда YouTube болмасын, TikTok болсын, әртүрлі әлеуметтік желілерде жаңағы монетизация деген бар. Яғни әлеуметтік желіде видео контентті көрермендерге ұсыну арқылы ақша тауып табыс тауып жатқандар бар. Осы YouTube арнаң туралы толығырақ айтып өтсең, және де осы арнадан сен қандай да бір табыс тауып көрдің деп.
Ең бірінші осы екінші курс өздерің сияқты студент болып жүрген кезде біз осы 4 студент топта оқитын бірігіп сол каналды ашқанбыз. Ең басында бізде олай табыс табу мақсат болған жоқ. Жай ғана көрейік, хобби ретінде деп аштық. Ең алғашқы видеомыз бізде YouTube желісінде жоғары рейтинг жинады, трендке шықты. Сол кезде бір айдың ішінде 260 мың қаралым қарады. Ол әрине біз актуальный темада жаңағы видео түсірдік. Сол кезде президенттің Тоқаевтың жаңағы билікке келу алдында, тура сайлаудың алдында. Содан кейін бізде монетизацияға деген көзқарас қалыптасты, монетизация жасадық, иә. Бірақ тура сол уақыттар өздеріңіз білетіндей жаңағы карантин болды. Барлығымыз мысалы университет қабырғасында жүрген 4 студент 4 қалаға ажырап қалдық. Соның себебінен YouTube арнамыз біздің тоқтап қалды белгілі бір уақытқа. Қазір бұйырса алдағы уақытта қайтадан қолға аламыз деген жоспарда бар, міндетті түрде. Монетизацияға келетін болсақ, YouTube'тың өзінің белгілі бір критериялары бар. Сенде 1000 подписчик және де бір 6000 сағатқа дейін көрілім болған кезде монетизацияға қосылады. Біздікі сол қосылды. Содан кейін YouTube'тың өзінің бюджетінде белгілі бір қаражат жатыр, оны біз қазір алған жоқпыз. Негізінде қосылған монетизация. Түсінікті, Рақсбек, осы сұрақтарға жауап беріп, өзіңнің тұшымды ойыңмен бөліскенің үшін рахмет. Сұхбатымыздың соңына жақындағандай, ендігі кезекте артыңнан еріп келе жатқан жас журналистерге, жас буынға айтар тілегің болса, камераға қарап тілегіңді айтуыңа рұқсат. Жас студенттерге жай ғана өздеріңізді бағалаңыздар және де өздеріңізбен болыңыздар, жүрек қалауларыңызбен қадам басыңыздар деймін. Мынау айналамызда болып жатқан қазір 2021 жыл болсын, тенденция бар ғой, саморазвитие, даму керек, өсу керек деп жаңағыдай. Бірақ оны да қатар алып жүру десе де жаңағыдай өзіңе де уақыт бөлу керек. Негізінде көп өзіңді қинап, артық салмақты алудың керегі жоқ. Қазақ айтады ғой, көтере алмайтын шоқпарды бермей байлама деп. Студенттік шақта тек қана оқып, жаңағыдай ешқандай қызықтан құр қалу деген нәрсе болмайды. Әр нәрсе өз орнымен болу керек. Қуатын жерінде қуыңдар деймін, оқитын жерде оқыңдар деп айтамын. Мынау айтады, балалық шағыңнан естелік айтатын кезде, сен балалық шағыңда тек қана оқып жүрсең, не айтасың ертең мысалы. Сол сияқты студенттік шақта да айтатын естеліктер болу керек. Сондықтан да оқумен қатар қызықталып дамытыңдар. Рахмет, Рысбек, бүгінгі біздің бағдарламамызға өзіңнің алтындай уақытыңды бөліп студияға келгенің үшін алғыс білдіреміз. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің 4-ші курс студенті Рысбек Алиев. Бүгінгі біздің көптен күткен IT қонағы бағдарламасы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.